Саламатсыздар ма, құрметті YouTube көрермендер? Менің каналымда Coral Club және Coral Club өнімдері, маркетинг план және қыздардың алып жатқан бонустар салынатын болады. Бүгінгі эфирде Coral Club компаниясының 3-ші этапындағы Калавада продукциясы туралы айтылады. Оны шығарған Альберт Сердің да ақпаратымен сіздерге бөлісетін боладым. Бұны қалай ішеміз, сол туралы ақпарат беріледі. Впервые о концепции чистоты внутренней среды человека я задумался в 80-х годах, когда всех вокруг беспокоил вопрос состояния окружающей среды. Было очевидно, если мы не найдем способ остановить процесс загрязнения планеты, она попросту заболеет. В то же время я ощущал, что внутренняя среда человека, его организм, также накапливает мусор. Необходимо остановить процесс загрязнения, чтобы предотвратить ухудшение здоровья. Решением проблемы стала комплексная трехэтапная программа очищения. Большинство детокс-программ направлено на очищение нижней части кишечника. Но ведь токсины скапливаются не только в толстой кишке. Они есть во всем организме. Поэтому в первую очередь необходимо вывести токсины из всех органов в толстый кишечник, затем очистить сам кишечник и после приступить к этапу восстановления. Таким образом, комплексная детоксикация организма должна проходить именно в 3 этапа. Жаңа видеоның басында көргендей, сіздер Калаваданы кім шығарғанын білдіңіздер, және оны не үшін шығарғанын білдіңіздер. Адамның ағзасына қауіпті токсиндер, шлактар, солардан арылтудың жолы, соны ойлап тапқан кісі. Олар бірінші өздері отбасымен қолданады, содан кейін ол сертификатталғаннан кейін тексерістен өткеннен кейін, бірақ барша дүние жүзінің мемлекеттеріне, халықтарына таралып отыр. Калаваданың негізі 3 түрі бар. Бірінші Калавада Light, сосын Калавада Green, Калавада Plus. Мен өзіме Калавада Light'ты алдым. Келер айда ішем, Алла қаласа, осы жолы мен парашют ішіп жатырмын. Калавада Light'тың ішінде 3 этапы бар екен. Бірінші этаптан, екінші этаптан және үшінші этаптан тұрады екен. Ол этаптарды рет-ретмен ішеміз. Бірінші этаптан 1 күннен 5 күнге дейінгі дозалар бар екен. Первый этап относительно легкий, ведь все, что требуется, это принимать по 1 пакету утром и вечером. В каждом пакете капсулы с необходимыми нутриентами и компонентами, запускающими процесс детоксикации. Для некоторых Енді сіздерге осы Калавада Лайттың 3 этаптарымен таныстырып шығайын. Осы бірінші этап 1 күннен 5 күн аралығында жүреді. Оның ішінде қазір не бар екен сіздерге алып шығып көрсетейін. Бірінші этапта детокси 1 және детокси 2 деген бар, және грин өнімдері бар. 3 өнім 2-2 штуктан салынған 20 растительных капсуладан болады. Бұл шөптен жасалған капсулалар, бұл ешқандай химикат емес, бұл органикалық таза өнім, бұл адамның денсаулығына зиян емес. Детокс 1 2 коробка, детокс 2 2 коробка, грин 2 коробка, каждыйында ішінде 20 капсуладан тұрады. Осыны 1 күннен 5 күнге шейін осы бірінші этап болады, сол этапта қолданып қабылдайтын боламыз. Калавада өнімі бізде ол генеральная уборка деп аталады. Генеральная уборка деп айтатын себебіміз, ол біздің ішіміздегі 14-15 метрлік шектердің ішін толық тазалап шығады. Неден тазалап шығады десеңіздер, шектегі токсин, шлактардан, улы заттардан тазалайды. Біз осы жасқа шейін келгенде очищение жасауды білген жоқпыз және қолданған жоқ болатынбыз. Енді өмірімізде бірінші рет осындай генеральная уборка шектерімізге тазалаймыз. Осы Калаваданы өткеннен кейін адамдар шамалы жеңілдеп қалдым дейді. Кейбіреулер салмақ тастайды. Например,
Осы Каlavadalite'тың әрбір өнімдері таза табиғи шөптен жасалған, қорықпай ішсеңіздер де болады. Жылына 2 рет тазалансаңыз болады Calavadalite өнімімен. Бірінші этап жаңа айтқандай 5 күн қолданамыз. Бұл әртүрлі капсулалардан Detox 120 капсула бар, Detox 20 капсула бар, Green-Greenнен 20 капсула бар. Бас аяғы бізде 60 капсула осы бірінші этапта. Ол капсулаларды қалай ішеміз десеңіздер, инструкция бойынша таңертең ішеміз, 2 капсуладан қолданамыз, және кешкі 2 капсуладан қолданамыз. Detox 1-ден 2 капсула қолданамыз, Detox 2-ден 2 капсула қолданамыз, және Green-Greenнен 2 капсуладан қолданамыз. Және оны тамақ уақытында тамақпен бірге қолданып ішетін боламыз. Біздің инструкциямызда солай жабылған. Енді келесі екінші этапты видеоның жалғасында көріп алыңыз. Для некоторых второй этап может показаться своеобразным испытанием, ведь в течение 4 дней вы не сможете принимать твердую пищу. Соблюдение так называемой жидкой диеты необходимо, чтобы не перегружать кишечник. Ведь именно через кишечник ваш организм очищается от токсинов. Воздерживаться от твердой пищи в этот период не так сложно. Принимая порошок Calavada, вы не будете испытывать чувство голода. Чаще всего детоксикация происходит плавно. Большинство из тех, кто проходил курс, не испытывал дискомфорта. На данном этапе мы видим результаты программы. Они становятся дополнительной мотивацией, возможные трудности уходят на второй план. Енді Calavadalite'тың екінші этапы 4 күн тұрады. 6-шы күн, 7-ші күн, 8-ші күн, 9-ші күн. Осы 4 күнде біз Light Mix деген белая глинаны ішетін боламыз. Ояқта екінші этапта 12 саше 12 граммнан. Оны біз салқын суға 240 мл-ге шайқап дайындап аламыз. Осы сашелерді ішінде глиналарымыз салып, біреуін бір күнде дайындап аламыз. Бұл пакетиктағыларды 3 мезгіл ішеміз. Таңертең 1 пакетін, түсте 1 пакетін, және кешке 1 пакетін. Бұны ішкеннен кейін артынша тағда артығымен су ішетін боламыз. Бұл порошоктан жаңағы қарын аштыртпайды, өте тиімді. Оны ішкен кезде, біз Calavadаны бастаған кезде қатты тағамдарды жемейміз, бульон, сорпа, сондай тамақтарды қолданамыз. Как правило, результаты первого этапа программы малозаметны. У некоторых людей может слегка болеть голова, причиной чему является интенсивный процесс детоксикации, но это не должно являться поводом для беспокойства. На втором этапе результаты становятся более очевидными. Могут наблюдаться необычные каловые выделения при дефекации и даже выведение живых паразитов. Цель второго этапа – вывести все токсины, которые накопились в кишечнике. Очищаясь, вы заметите не только внешние, визуальные изменения, но и улучшение состояния здоровья всего организма в целом. Люди, которые раньше часто сталкивались с различными недугами, замечают, что после прохождения программы организм лучше восстанавливается, иммунная система также работает эффективнее. Перегруженный токсинами организм не способен к самовосстановлению. Он борется с другими проблемами, требующими немедленного решения. И только когда организм полностью очищен, иммунитет сможет работать над восстановлением нарушенных процессов системы, сосредоточиться на слабых, истощенных местах. Calavada – это не панацея, но она способна вернуть вашему организму то, что заложено в нем природой – способность к защите и восстановлению здоровья. Calavadaның енді үшінші этапы. Ол үшінші этап ассимилятордан тұрады, Green-Greenнен және суперфлорадан тұрады. Ассимилятордан 20 капсула бар, Green-Greenнен 20 капсула бар, және суперфлорадан 20 капсула бар. Бұл үшінші этап, бірінші этаптағында сияқты 60 капсуладан тұрады. Және де бұл капсулаларды тура бірінші этаптағында сияқты таңертең және кешкі мезгілде ғана ішеміз, басқа уақыттарда ішпейміз.
Ассимиляторды 2 капсуладан ішеміз во время еды, гринді да сөйтіп 2 капсуладан ішеміз. Суперфлораны 1 немесе 3 капсуладан вовремя ішеміз. Солай қолданамыз. Бұл капсулалар шөптен жасалған екенін тағы да айта кетейін сіздерге. Денсаулыққа ешқандай да зияны жоқ, қайта пайдасы болмаса. Бұлар органикалық, дайын шөптерден жасалған БАДы. Денсаулыққа өте пайдалы. Бірінші этапта бастағанда, мысалы, адамдардан бастары ауыру мүмкін, оған мән бермесеңіздер болады. Бірінші обострение, потом к улучшению дейді. Бұрынғы ауруларын шығып, олар сосын артынша жақсара бастайды. Бұл емді басымыз ауырт, әнжеріміз ауырт деп тоқтатып қоймай, бұл нені жалғастыра беру керек, қалаваданы қолдануды жалғастыра беру керек, оны тоқтатпауымыз керек. Часто люди спрашивают меня, будет ли польза от прохождения программы, если я здоров. На мой взгляд, каждому человеку, живущему в современных условиях, будет полезна программа очищения. Вот уже 20 лет, как мы с моей женой Джанет проходим эту программу 2 раза в год или чаще. И мы являемся наглядным доказательством эффективности программы. Мы правильно питаемся, обогащаем пищу биологически активными добавками, и тем не менее, наши результаты сегодня стали более очевидными. На 80-м году жизни мы чувствуем себя здоровыми и бодрыми. Мы не принимаем лекарств и уверены в том, что все это связано с поддержанием здоровья внутренней среды и регулярной очисткой организма. Поэтому мы рекомендуем программу не только тем, чье самочувствие ухудшилось, но и всем, кто заинтересован в поддержании здоровья. Иными словами, программа полезна каждому. Және тағы да айта кететініміз, Каlavadalite ішінде өзінің кітапшасы бар. Ол кітапшада әртүрлі менюлар жазылған, салаттың, суптың, смузидің, соны жасап та қолдануларыңызға болады. Ол Каlavadaдан өткеннен кейін көп адамдар артық салмақтан құтылады және ағзалары токсин шлактардан тазартылады. Осы кітапша ішіндегі берілген рецепттер арқылы 2 порцияға берілген рецепттер бар, суптың түрлері бар, балықтар бар, смузилар бар жасалған. Соны өздеріңіз пайдаланып көрсеңіздер болады. Говоря о чистоте прохождения программы очищения, я всегда вспоминаю слова своей двоюродной бабушки о том, что генеральную уборку дома нужно делать весной и осенью. Соответственно, я рекомендую проходить программу 2 раза в год. Однако, если уровень загрязненности организма очень высок, то после окончания программы пройдите ее повторно через 4-6 недель. Организму сложно вывести большой объем токсинов за один раз. Если вы поможете ему повторным курсом, результаты будут ощутимо заметнее. А после, для поддержания хорошего самочувствия, проходите программу 2 раза в год. Бұл Kalavada өнімін тек қана ауырып жүрген адамдар ғана қолданбайды. Дені сау адамдарда қолданып, ағзасын 2 рет тазалап алса болады. Мысалы, генеральная уборка болғандықтан, сіз күзде және көктемде жылына 2 рет қолдансаңыз болады. Бұл химиялық зат емес, бұл органикалық, таза, растительный шөптерден жасалған өнім болғандықтан, бұл БАДыды қолданудан қорықпаңыздар. Бұл БАДы адам денсаулығына байланысты. Өйткені біз басқа жеп ішіп жүрген тағамдарда көп минерал, витаминдерді ала алмаймыз. Сондықтан да БАДы қолданыңыздар. Егер сіздерге осы өнім керек болса, хабарласыңыздар. Телефон номерін қалдырамын, описанияға жазамын. Егер де тіркеліп бизнеспен айналысқым келем десеңіз, ол үшін де хабарлассаңыздар болады. Біз сіздерге бар жағынан көмек беруге дайынбыз. Қазір витилиго, псориаз, тағы да толып жатқан сахар, қандай да бір ауру түрлері болса, оларды сол 90 күндік очищениядан өтсеңіз, ауруларыңыздан айығудың бір себебі болады. Неге десеңіз, біз су ішуді білмейміз. Біздің компанияда Корнмайн суы бар. Сол суды қолдану арқылы, 90 күндік концепция арқылы
денсаулықты реттеп аласыздар. На старте программы человек может испытывать легкую головную боль, что еще раз доказывает запуск процесса детоксикации. Другой сложностью может стать сильное послабление стула. В программу включена Каскара Саграда, имеющая слабительные свойства. Одна из задач программы – удалить все отходы из кишечника, так что слабительный эффект является нормальным. В редких случаях при возникновении диареи рекомендуется исключить прием Каскара Саграды. Несмотря на все это, результаты всегда положительные. Біз осы 90 күндік концепциядан өткеннен кейін, біздің шектеріміз, ішіміз тазарғаннан кейін, біз витаминдерді қабылдаймыз. Очищение жасамастан бұрын, 90 күндік очищение жасамастан бұрын біз ешқандай витамин ішпейміз. Очищениеден кейін ішкен витаминдеріміз бізге сіңімді болады. Тапсырыс берем десеңіздер, хабарласыңыздар. Удивительно, что Калавада существует уже много лет, и все же является одной из самых эффективных программ, состоящих из нескольких этапов. Многие говорят, что пробовали те или иные современные программы очищения, ожидая более впечатляющих результатов. Но все же вновь вернулись к Калаваде, так как не нашли ничего более эффективного для улучшения состояния организма. Те, кто вновь и вновь возвращаются к нашей программе очищения, являются лучшим доказательством того, что она и по сей день остается выдающейся программой очищения из всех доступных на рынке.